Сәлем достар, бүгінгі кешкі асқан қуырдақ тамағын әзірлеуге кірісіп кеттім. Ол үшін үлкен бір жаймамды жазылдым да, оны бөлшектерге бөліп, осылайша кептіруге кірісіп кеттім. Кептіріп болғаннан кейін етімді, сарымсақ сәуізімді турап, кастрюляма салып, оны әбден қуырып алдым да, тұзын тартып салып, сонымен қайнауға қойып қойдым. Бір кішкене қазымды салып, осылайша қайнап болғанша, жаңағы кептіріп қойған ұндарымды осылайша кертіп, дайындап алдым. Содан кейін холодильниктен жаңағы картошкаларымды алып, картошкаларымды аршып, оларды турап, сонымен осылайша 1,5 сағаттың ішінде тамағым дайын болды. В общем, барлық уақытын есептегенде жаңағы ұнды ашытып қойған болатын бауырсақтан. Онда тамақ ішіп болғаннан кейін, ыдыстарын жуып болғаннан кейін онымды ашып дайын тұр екен бауырсағымның. Содан кейін анашым барда осылайша мол қылып илеп қойған едім. Бар кезінде осылайша бала қарасып көмектесіп жүрген кезінде біраз бауырсақтарды мол қылып пісіріп алайын деп, сонымен осылайша бөлшектерге бөліп бауырсақтарды 4-5 қылып турап қойдым. Сол сәтте жаңағы кішкентайым келіп жылап, мына жақта оған алдап бір бауырсақ беріп, сөйтіп әкесінен көтеріп жіберткіздім. Содан кейін мына жақта бауырсақтарымды пісіріп, біртіндеп уже нетіп жатырмын, майларым қызып, ақырын қызып сөйтіп жатыр да, сонымен бауырсақтарымды әйтіп бүйтіп жүріп пісіріп алдым. Негізі біз бауырсақ пісірмесек, негізі бар ғой, үйдің іші бір жұтап тұрғандай болады. Сол себепті осылайша постоянно бауырсақ пісіріп қоямын. Кейде болады, енді болмай қалған жағдайда магазиннен ала салатын. Бірақ көбінесе домашний бауырсақ өзім пісіріп осылай қойып қоямын. Мінекей бауырсағым дайын болды. Назарларыңызға рахмет.